Қалай? Тойға дайындық қалай? Жақсы ма? Жақсы. Тойға шақырылған қонақтармен хабарластыңдар ма? Иә, тағы тәпті Керменович, тек 2 адам ғана келе алмайтын болды. Кімдер ол? Біреуі Астанадағы депутат ағаңыз жұмыстан шыға алмайтындығын айтты. Да? Ал екіншісі Болат Асланович, ол қазір шетелде екен. Жарайды. Айтпақшы, мен дайындаған заттарды алдың ба? Иә, алдым. Міне, мынау құман. Жақсы. Жақсы. Ал мынау ақ орамал. О. Ең әдемісі осы ма екен? Иә, сіз айтқандай ең әдемісін алдым. Жарайды, рахмет. Жақсы. Ең бастысы ұнаса болды. Ай балам, тоқта. Неге? Үлкен кісінің жолын кесуге болмайды. Рахмет. Жарайды, апа. Әй, мына кісінің маған сонша тесіле қараған Әмина? несі? Ай, сен Әмина мұсың? Әмина, сен мені танымадың ба? Мен курстасың Сапармын ғой. Алматы, Политех, есіңде ме? Әй, сен әлгі Сапармысың? Иә. Ой, бірмай. Неше заман өтті десеңші? Сендер артынып тартып қайда шықтыңдар? Баламның 40 жасқа толған тойына келе жатырмыз. Солайды. Ендеше көріп отырыңдар. Әмина, Жарайды. балдардың өзі сағат көріп Мейлі. Кәл отырыңдар. Папасының көксегі! Папасын таппаған. Папасының аппағы. Пап, мынау не? Құман ғой, әжең алды. Талғат, Әдемі зачем құман ты екен. купила? Мамам алдым, дәрет алуына керек болады. Ал мына орамалды арнайы сыйлық үшін алдым. Қалай, әдемі ма? А? Жер кеттік. Ашып көрсетем саған. Қызықсың, маманың орамал. Аз бет, Жарайды, бар. Дастарханыңды дайында. Қазір мамам келеді. тойға дайындалдың орнына, қайдағы бір майда шүйдемен айналысып. Әдемілігіңді әжім жеңіпті, Сұлулығың тек көзіңде ғана қалыпты. Әдемі қартайыпсың, Әмина. Уақыт шіркін дегеніне бағындырады ғой. Сен де кезінде қол жетпейтін көрікті жігіттердің бір едің. Енді міне, қара шаштарың аппақ қудай болып, кәдімгі шал болыпсың. Ал енді сендерді ешкім күтіп алмай ма? Ұлдарың қайда? Олым үлкен кәсіпкер, бизнесмен, тірліктері де көп. Бізді күтіп алатын уақыты жоқ. Ол бала анасын күтіп ала алмайтындай, соншалықты өзі не жұмыс істейді? Ай, осы қаладағы бір банкты басқарады-ау деймін. Солайды. Аты кім балаңның? Талғат. Сол баламның тойына анау жоғары жақтан үлкен бастығы келеді екен. Жақында қызметі көтеріледі дейді. Солардан ұят болмасын деп, бізде бір киерімізді үстімізге іліп алып келе жатырмыз. Ал өзің не шаруамен айналысасың? Сені бір университеттің білдей бір басшысы деп естіп едім. Ол жақтан кеткелі қашан? Зейнеткермін. Майда шүйде шаруамен айналысам. Міне, мұнай ғой деймін. Осы жерден тоқтатсаң болады. Әй балам, тоқтатып жібер. Ал, жақсы, рахмет. Апа, осы үй ма? Иә, осы үй. Тойға кешікпегендерші, құдай үшін. Сендердің әдеттерің бар ғой.
кешігесіздер жүресіздер. О, мама. Жақсы, жақсы. Кейін қабылдасамыз. Қалайсыз? Жандос, әйгерім. Әжелерің келді. Қалайсыз аға? Ой, черно-белый. Сабақ қалай, жақсы ма? Жақсы аға. 90-лықтан барлық сабаққа біз Ай, жарайсың. Телефон соқпадыңыз ғой, өзім күтіп аларым. Балама өзіңнің шаруаң басыңнан асат. Жұмысыңа Сіз бөгет тұрғанда болмайын қайдағы дегенім шаруа? ғой. Кеттік жүріңдер. Қане Ей, жүр. неге басты? Жүгір. Айналайын, балапандарым менің айналайын. Келе қойыңдар. Ой, жаным ау, жақсы айналайын. Бауырым амандас. Құлыным ау. Қалай, жақсы еттіңіздер ма? Шаршамайын. Сендерге ауылдан қор. Әне, көрдің ба? Әжең келмейді деп. Жарайды. Маманың заттарын ал. Сәлемет. Амансың ба, шырағым? Ай, не бар екен? О, құрт қаны? Жеме, тиме. Қолдан жасалған құрт. Таза емес. Микроб шығады. Барыңдар анда. Ауыл еле аман ба? Иә. Бәрі аман айналайын, бәрі аман. Сол, тойға дайындалып жатырмын. Жақсы жаным. Жаным, мама. Айналайын. Киіміңізді ауыстырып алыңыз. Асықпаңыз. Жарайды, Сізді ас бөлмеде күтеміз. Шай іш. Осы апамдай 70-ке келгенде шелпілдеп не бар екен, а? Келе жатқан қонақтар интеллигентный адамдар. Олармен әңгімесі де жараспайды. Қартайған шағында үйде отырса болмай ма? Жастармен жағаласпай. Сен сонымен не айтқың кеп тұр? Осы сен менің анам келсе болды, кірпіде жиырыла қалатын не? Сенің анаң келгенде ұшақ жаяға салып, қайтарында самолетқа шығарып салып, шапқылаймыз да жүреміз ғой? Жыға, о не деген? Жан, енді апам тойға бармай-ақ қойса дегенім ғой енді. Оның үстіне үйге қарайтын ешкім жоқ. Менікі жай енді кешке фуршетный стол болады. Ну все, ауылдың адамы. Енді бірдеңелерді бүлдіріп жүреме деген бұл жан.